Ассалаумағалейкум, ой түрткінің көрермендері, армысыздар. Бүгін 1 маусым, жексенбі, ай ат басын бұрғанша, жыл жылқы аунап тұрғанша дегендей. Міне 2025 жылдың да ортасына жетіп, маусым айының алғашқы парағында ашып тұрмыз. Әрине, бүгінгі тақырып тағы да Украина соғысы жайында. Украина даласында соғыстың жүріп жатқанына 3 жыл 3 айдан асып кетті, бірақ Ресей Украинаның 20% аумағын басып алғаны болмаса, қазір майдан шебіндегі жағдайда айқын басымдылық жоқ. Өйткені Ресейдің шығыны да аз емес. Украина даласындағы әр шаршы метр жерді басып алу үшін Ресей тарапы аз бодау төлеп жатқан жоқ. Оны да ескеру керек әрине. Ал енді қазіргі майдан даласындағы жағдайға келсек, Ресей қарулы күштерінің ауқымды шабуылы басталды. Суми, Харковтен тартып, Донбасс, Луганск, Запорожье, Херсон облыстарына дейін Ресей әскері жаппай ауқымды шабуылға өтті. Украина тарапы мұны Ресей әскерінің жазғы ауқымды шабуылы ресми басталды деп сипаттады. Кеше Билд басылымы Ресей қарулы күштері бір аптаның ішінде Украинада үлкенді кішілі 18 елді мекенді басып алды деп хабарлады. Ал Украина тарапы бұл жөнінде ешқандай мәлімдеме жасаған жоқ. Дегенмен Украина тарапы Ресей күштерінің ауқымды шабуылының алдын алу үшін Суми, Харковтен тартып Херсонға дейін ұзыннан ұзақ бекініс шептерін құрды. Кейбір елді мекендегі халықты эвакуациялады. Мәселен, кеше Харков, Суми облысынан кемінде 200 мыңға жуық тұрғын мәжбүрлі түрде эвакуацияланды деген ақпарат тарап жатыр. Украина қарулы күштері майдан шебін бекем сақтау үшін техникаларға кедергі жасайтын пілтісі кедергілерін қойып жатыр, миналап жатыр. Сондай-ақ биік бекіністерді, өзен жағалауларын, орман араларын негіз ете отырып бекем шеп құруға тырысуда. Ал Ресей күштері Харковтың өзінде қазір 150 мыңға жуық әскерін топтап ауқымды шабуылын бастады. Өйткені Харков, Суми облысынан буферлік аймақ, яғни қауіпсіз аймақ құруды осыдан бұрын Ресей президенті Путин тапсырған болатын. Қазір Ресей күштері осы тапсырманы орындау үшін Харков, Суми облыстарында да алға жылжуға тырысуда. Ал енді келіссөз мәселесіне келсек, келіссөз әне-міне деп созылып келе жатқанына да біраз уақыт болды. Ресей тарапының мәлімдемесіне сенсек, Ресей мен Украина арасындағы келесі келіссөз ертең, яғни 2 маусым күні Стамбулда өтуі тиіс. Бұл жөнінде Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров хабарлаған болатын. Әрине, бірінші реткі кездесудегі ең маңызды шешім екі тараптың тұтқын алмасуы болған. Осы кездесу бойынша екі тарап 1000 форматы бойынша тұтқын алмасқан еді. Түркиядағы кездесуден кейін Ресей президенті Путин мен ақш президенті Дональд Трамп телефон арқылы сөйлескен болатын. Осы сөйлесудің нәтижесі бойынша Ресей тарапы соғысты тоқтату үшін нені талап ететінін ашық жазып ақшқа және Украинаға беруі керек еді. Қазірге дейінгі дерекке қарағанда Украина тарапы соғысты шартсыз тоқтату үшін өзінің қандай талап қоятынын ашық, анық жазып, оны Ресей және ақш тарапына да беріп үлгерген. Ал Ресей тарапы қазірге дейін ол меморандумды ақшқа тапсырмаған көрінеді. Дегенмен кейбір деректерде Ресей де өзінің талабын, өтініштерін толық жазып дайындап Украина тарапына берді деген ақпарат тарап жатыр. Мұны Украина тарапы әлі растаған жоқ. Жалпы қазірге дейін бізге мәлім болған деректерге қарағанда Ресейдің негізгі басты шарт етіп қойып отырғаны Украинаның шығысындағы 4 облысты әкімшілік шекарасы бойынша Ресейге босатып беруі тиіс деген талапты қойып отыр. Сонымен қатар Украина қарулы күштері өзінің адам санын азайтуы керек,
жойғыш ұшақтарының ауыр техникаларының санын азайту керек, әскери өнеркәсіпті дамытпау керек, орыс тілді қауымның мүддесі толық қорғалуы керек деген сияқты талаптарды қойып отыр. Ал Украина тарапы болса ешқашан Ресейге жер бермейтінін, Украинаның шығысындағы 4 облысты ешқашан Ресейдің жері деп мойындамайтынын ашық айтумен келеді. Егер екі тарап келісімге келе алмаса, онда Украинаның шығысындағы 4 облысты әкімшілік шекарасы бойынша Ресей толық басып алу үшін кемінде тағы 1 жыл соғысуы мүмкін. Бұл жөніндегі болжамды осыдан бұрын ақш-тың соғыс зерттеу институты жасаған. Өйткені қазіргі соғыстың беталысынан алып қарағанда Ресей әскерінің де алға жылжуы оңайға соқпай тұр. Ал Трамп болса, осыдан бұрын Путин ақылынан адасқан секілді, Путин отпен ойнап отыр деп мәлімдемелер жасағанымен, Ресейге қарсы қатаң санкциялар салуға асығар емес. Дегенмен кеше Киевке ақш-тың 2 бірдей сенаторы келді. Олар осыдан бұрын ақш конгресінде Ресейге қатаң санкциялар салуды талап еткен сенаторлар болатын. Киевте олар Украина басшыларымен кездесіп, соғыс жағдайын талқылаған көрінеді. Демек, ертеңгі, яғни 2 маусым күнгі кездесу сәтсіз болатын болса, онда ақш-та алдағы уақытта Украинаға қару-жарақ беру мәселесін қайта ойласуы, немесе Ресейге қарсы ауқымды санкция салуы да мүмкін. Дегенмен Трамп қалайда Ресеймен тіл табысуды көздеп отыр, өйткені Трамптың негізгі көздеп отырған нысанасы Қытайды тізгіндеу. Ал Қытайды тізгіндеу үшін Ресей мен Қытай арасындағы достық байланысты үзбейтін болса, бұл ақш үшін де оңайға соқпайтыны бесенеден белгілі. Ал Трамп болса, өзі билік жүргізген кезде Тайванға ауқымды көлемде қару сатуды көздеп отыр. Мәселен, бірінші кезекте билік жүргізген кезде Трамп, қателеспесем, Тайванға 18 миллиард доллардың қаруын сатқан. Байден кезінде 8 миллиард доллардың қаруын сатқан болатын. Енді бұл жолы Трамп тіпті де ауқымды көлемде қару-жарақ сатуды көздеп отыр деген болжамдар қазірдің өзінде айтылып жатыр. Айта кететін тағы бір жаңалық, соңғы күндері Украина қарулы күштері Ресейдің Курск облысына, Брянск облысына және басқа да облыстарға ұшқышсыз ұшақтармен шабуыл жасап жатыр. Әсіресе Курск облысында Ресей әскерлері бекінген казармаға шабуыл жасап, сәтті соққы берді деген ақпарат кешеден бері айтылып жатыр. Украина қарулы күштерінің бұл соққысынан Ресейге қаншалықты шығын келгені қазірге белгісіз. Қазірше айтарымыз осы. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.